Қазір міне осы Түрген филиалындағы питомникке келіп тұрсыздар сіздер. Бұл питомник Батан питомник деп аталады. Біздің ұлттық паркте негізі 5 уақытша питомник, 6 уақытша питомник бар, 5 гектар жерде орналасқан. Оның үшеуі осы Түрген филиалының Түрген орманшылығында орналасқанда, 2 питомник Қаскелең орманшылығында және біреуі Кіші Алматы орманшылығында Медеу филиалында орналасқан. Енді питомниктеріміз негізінен біз өзіміз өсіретін, далада тауда өсетін негізгі осы жердің тұрақты аборигенный типтейміз, сол ағаштарын өсіреміз деп кешеде айтып кеткенмін мен. Шірен шыршасы, сиверс алмасы және кәдімгі өрік ағашын. Соны өзіміз питомникке семенадан, тұқымнан жинап алып, питомникке сеуіп, оны өсіріп, күтіп, баптап, сиверс алмасын 2 жылдан кейін, кәдімгі өрікті 1 жылдан кейін, және шірен шыршасын 4 жылдан кейін баладай аялап, ашық алаңға далаға апарып отырғызамыз. Сол аялап өсірген көшеттеріміз қазіргі таңда қаншасы уже орман қорына кетіп, осы жасыл желегімізді, орманды молайтуды көбейтіп жатырмыз. Қазір өздеріңіз білесіздер, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2021-2025 болатын, қазір тағы да 2 жылға ұзартты. 2027 жылдар аралығындағы 2 миллиард ағаш деген бағдарламасы бар. Сол ағашты 2 миллиардқа жеткізу үшін республикамыз көлемінде біздің де ұлттық парк қызметкерлері өздерінің аянбай еңбектерін етіп келе жатыр. Соның дәлелі өздеріңіз тұрған осы питомник. Біз жыл сайын 42 гектар жерге ағаш көшеттерін отырғызамыз. Сол питомникте өсіріп алған ағаштарымызды жыл сайын 42 гектар қылып орман қорын молықтырып отырамыз, таударға апарып егіп. Оны ары қарай отырғызғаннан кейін ерте көктемде қар кете салысымен отырғызамыз. Оны белгілі бір установлены уақыты жоқ. Міне отырғызды. Біз таулы жағдай болған кейін сол қардың кеткенін күтеміз. Қар қалай кетті, біз сол жерге барып уже ағаш отырғызуды бастап отырамыз. Содан кейін сол еккен ағаштарымызға күтім жұмыстарын жасаймыз. Шірен шыршасы көшеттерін 5 жыл бойы аялап бақсақ далада, питомниктен кейінгі жұмыстар бұл. Ал енді жапырақты ағаштар, сиверс алмасы мен өрік ағаштарын біз 3 жыл бойы күтім жұмыстарын жасап бағып қағамыз. Одан кейін өз уақыты болады. Оның бәрі бізде ережеде бекітілген, орманды молайту, молықтыру ережесінде. Мына қылқан жапырақты, оның ішінде жаңағы шірен шыршасы ағашын, ол мына суретте еді негізі. Кішкене болса былай ауысып көрсетсем сіздерге. Міне, мына біздің питомниктер. Міне мына питомникте өсіп тұр, шірен шыршасы жаңа айтқан мына уже Пасептен бастасақ. Біз жаңа айттым мен сіздерге. Бірінші тұқым жинаймыз деп. Тұқымды жинап алдық күзде. Ол тұқымды аламыз да, ол қыстай сақтаймыз. Ол тұқымның өзінің сақталу ережелері бар. Тұқым жинап алғаннан кейін оны біз бізде республикалық тұқым селекциялық орталығы бар. Сол орталыққа өткіземіз. Сол жерден бізге ол тұқымның сапасын, қандай классқа жататынын анықтап береді. Содан кейін бірінші класс болса, әрине ол өте қуанышты жағдай, мол өнім аламыз деген сөз. Екінші класс средний өнім, үшінші класс уже өнімділігі аз болады деп есептеледі. Бірақ бізде көп жағдайда сол екінші класты болып шығады. Міне мына жерде шірен шыршасының тұқымын жинап алып, уже көктемде сол тұқымды питомникке егердің алдында 1,5 ай бұрын біз апарып тауға қарға көмеміз. Стратификация жасаймыз. Соның алдында 1 күн бұрын суға салып жуамыз. Мына жерде көрініс. Суға салып жуып жатырмыз, жуып қоямыз, суға мочитет. Ертеңінде таңертең судан алып, мешоктарға салып апарып қарға көмеміз. Оны апта сайын барып мамандарды жіберіп, кейде өзіміз барып көріп отырамыз, қардан ашылып қалбау керек. Ол қардан ашылып қалса, ол кейін өспей қалады сепкеннен кейін. Сондықтан оны уақыты өтіп, уже жер қызады. Бізде шірен шыршасын июнь айының, маусым айының басында отырғызу жұмыстары басталады. Сол кезде таудан алып келдік мешоктан нелерімізді. Оны енді біз марганцовка дейміз, соның слабый раствор жасап, соған жуамыз. Ол не үшін? Ішіндегі кішкентай жаман нелері болса, солар кету үшін аурулардың алдын алу бойынша жуамыз. Оны жуғаннан кейін міне уже тұқымды себу жұмыстары мына питомниктерде. Мына бізде Қаскелең тұқымды сеуіп жатырмыз. Сеуіп болған кейін ол тұқым
шыққанын күтеміз. Жерден өскін болып шыққаннан кейін уже оны балаша біз уже күтіп баптау жұмыстарын бастаймыз. Жазды күндері күн ыстықта біз суару жұмыстарын айына 10 резге дейін суарамыз қатты. Біз соңғы жылдары қатты ыстық болып жатыр, өздеріңіз куәсіздер. 10 резге дейін суарамыз. Суғарған сайын әрине оның қылтиып шөп шығады. Сол шөпті жұлып еңбектеніп отырған адамдарымыз. Күнге күйіп кетпес үшін қалқандармен жабылады, шиттермен, енді уже мына жерде фотосы көрсетілмейді. Содан жаңа айтқандай 4 жыл өтті, міне уже стандартқа сай келген көшеттеріміз. Бұны қазып аламыз да 4 жылдан кейін. Оның өзін біз өз еркімізбен қазып ала салмаймыз. Бізде мына Алматы облыстық аумақтық инспекциясы бар, содан мамандар келіп, комиссия болады, сол жөнінде олар бұған бізге рұқсат береді, төлқұжат береді, мынау жарамды стандартқа сай отырғызуға болады деп. Егер болмай қалса, онда біз келесі жылға қайта өсіруге қалдырамыз питомникті, сапасы дәл келмесе. Одан уже апарып орман қоры жеріне егу. Екпес бұрын барлық технология сақталу керек. Мына көшеттердің, жас өскіндердің тамыр жүйесі кеуіп кетпеуіне ең бірінші көңіл бөлеміз. Оны қазып алып, сразу реттеп, жүзден байлап қоямыз. Сол процесте одан кейін апарып қарға көмеміз тағы да. Әр питомниктің өзінің холодильник деп айтамыз, тоңазытқышы болады. Қарды соған қыстай жинап, приставать етіп қар жинап отырамыз. Соған көктемде, март айында осы қазып алып көшеттерді көміп отырамыз. Тамыр жүйесінің кетпейді. Мына жерде, мынау енді бізде алма ағашының егілу несі, но негізі бәр 3 түрді де осылай істейміз. Одан оны уақыты кеп қар кеткенде тауға апарып егердің кезінде тағы да тамыр жүйесінің кеуіп кетпеуіне көңілді аударып, оны апарғанның өзінде опилкамен жауып, неге сар балшыққа тамыр жүйесін матырып сөйтіп апарып отырамыз. Соны сол жерге барып егетін кезде тағы да ол жерде де көп қоямыз. Ол жерде егердің алдында тағы да тамыры өте ұзын болса кішкене кесіп тастаймыз. Сөйтіп егу жұмыстары міне мынау егілген шірен шыршасының бір площадкада егіліп тұрған 4 жылдық стандарт күйі. 1 гектар жерге 833 осындай площадка жасалады. Бізде тау жағдайы болғасын бәріңіз білесіздер, бұл жұмыстың бәрі мемлекеттік инспекторлардың және біздің жұмыскерлердің қолымен, қол күшімен атқарылады. Ручной жұмыс па бар? Бәрі қолмен. Мына площадканы күзде ұрып дайындап қоямыз. Әр ағаштың түрінің площадкасының өзінің размері болады. Мысалы, шірен шыршасының площадкасының ұзындығы 1 метр 80 сантиметр болса, ені 80 сантиметр болады. Соған 5 данадан отырғызамыз. Сонда 1 гектар жерге 4175 шірен шыршасы отырғызылады. Ал